қолданылып жатыр деп жатыр. Жалпы Қазақстан азаматтарын бақылауда ұстап отырсыздар ма? Грузияда қанша Қазақстан азаматы бар? Қазір бұл туралы айтып берсеңіз. Енді нақты қанша азаматымыз қазір Грузияда бар, мен сізге айта алмаймын. Неге десеңіздер, бізде негізі Грузиямен бизнес режим, сондықтан күнделікті Грузияға демалысқа, басқа себептермен баратын азаматтардың саны әртүрлі. Жаңағыны оңтүстік Корея бойынша айтып кеткендей, Грузияда біздің елшілігіміз бұл мәселені тұрақты түрде бақылауда ұстап тұр. Кез келген Қазақстан азаматына көмек көрсетеміз. Біздің желілеріміз әрқашан да ашық, жаңартылған ақпарат әрқашан да WhatsApp арқылы жіберіледі, немесе елшіліктердің сайтында орналастырады. Сондықтан кез келген азамат Грузияда ғана емес, осы жерде жүрген азаматтар, олардың туысқандары жағдай бойынша елшілікке немесе сыртқы істер министрлігіне звондап көмек сұрайды. Осы уақытқа дейін сұраған жоқ. Осы уақытқа дейін онда ақпарат